Ай, вот замана кетті. Малай укырға кірді. Мен шыршылап отырам. Отыр енді полюсидесте отырған керек. Бір нәрсе аңламайша. Харифкада айтып. Вот айтырай мен аны. Қарай қатын. Бір күні малайны мектептен алып қайтырға барған ем. Оказывается, бүйталар оқытушыларын тыңламайлар. Разве так можно? От біз оқыған вақытта, а? Оқытушыларны тыңламайша ғана қара. Сразу маңғайға ақбұрыша. Ана указка на линейке. Ол менің маңғайға ашқан ақбұрлар, әйме. Оқытушы үстінен жалыбай беріп қаралы ата-анаңа. Алар істема бірін жабыштыра. Тыңлап жерге керек деп. Біз тыңлағанда, қорыққанда. Қазір мен балалар оқытушыдан қорықмай. Оқытушы сөз айтып қарасын әлімізген. Тыңтада балалар сутқа бер, ә? Разве бұл нендей заманада ердейміз, ә? Ата-анасы реммен білән жабыштыры біріне. Аларда міскін кайларын қорқа. Аларында сутқа берген мұртлар. Эх, өзгәрі. Мына, қара, ұялмайша ішілі алып қайтқан. Разве шуны ата-анаға көрсетілер ішілі алдым деп. Мен оқыған вақытта ішілі алсам, әттенің лесбисі бар е. Олардың білән сақалын шынды чиста қырмаймен дневникта екілі қырған кемік. Қазір дневниктан да қаралмайды. Дневник электронный, оқу дистанционный, зақнамы. Оқытушылар да компьютерный болар енді. Шуңа көре қырмәлі оқушылар, слушайте на меня внимательно. Пока оқытушылар исен сау, тірі келіш, аларның қадырын біліп қалыңыз. Яма, сіз оқытушыларны не волновайте, правильно считайте и писайте. Вот.